басқа ел жұртымыз аман болып, халқымыз тыныш болып, күндеріңіз жақсылықпен болсын. Құдай тағала түрлі қиыншылықтан, қайғы. Намаз оқымаса да ораза ұстауға болады ма екен? Болады. Намаз өзінше бөлек, ораза бөлек ғибадат болады. Намаздың оразаға қалай болғанда да тікелей қатысы болмаса да, екеуін қосып ұстағаныңыз мейлінше жақсы. Махырды алып тастады деген рас па? Алланың бұйрығын ешкім алып тастай алмайды. Бұл Құрандағы бұйрық, біреуге қойып, біреуге салып тастайтын дүние емес. Яғни оны түсіндіріп берді. Біздің қазақ халқының ата-бабаларымыз махырды, қалың мал, әке сүті, ана күші, басқа да қызға таққан қарға баулармен орнын ауыстырған. Соны айтып түсіндірді. Түсімде дәрет алып жүр екенмін. Тамаша. Оңызды да алуға Алла нәсіп етсін. Өйткені түстегі дәрет бұл тазалықты, жуынуды, пәктануды білдіреді. Намаз оқымаса да Құран кітап оқуға болады ма? Болады. Тек қана айырмашылығы арабша Құран, яғни мұсхаф болатын болса кітап күйінде, онда дәретпен ұстауыңыз талап етіледі. Намаз бастағым келіп, бірақ бастай алмай жүрмін. Өзі бастағысы келгендердің барлығы бастап кете беретін болса, өмір басқаша болады. Бұл сондықтан бастауға келеді, бірақ бастай алмайтын себебі сол. Алла жеңілдік берсін, бастаңыз. Тек таң намазын оқыса бола ма? Намаз оқығым келіп тұр дейді. Таң намаз әлі ұзақ, әлі таң ату, кеш бату керек, таң ату керек. Сіз қазіргі бесін намаздың уақыты болу керек. Жаңылмасам, Қазақстанда сол бесін намаздың уақытымен оқи беріңіз. Менде сұрақ бар еді. Қайтқан кісіге шекті қай күні береді екен? Айттың алдындағы күндерде бере беріңіз. Қаза болған намаздарды оқымаса не болады? Қарызды бермей қойса не болады? Қалай ойлайсыз? Қарыз бермей қойса не болады? Сол сияқты дүние жан. Жаңа жұмысымда қатты қиналып кеттім. Барлығын тастай салғым келіп жүр. Үйдегілерім қарсы болып отыр. Bir жыл шыда деп, бірақ мен мына жұмысымда күнде өзіммен күресіп, өзімді қинап істеймін дейді. Енді өзіңді қинаудың шеңбері болады. Өзіңді қинау басқа жұмыс жер бетінде жоқ емес қой. Екі қолға бір күрек табылады. Өзіңді қинап өлгенше жұмыс істеу ол жақсы нәрсе емес. Әр нәрсенің өзінің бір шекарасы, адамның өзі істейтін жұмысын сүйіп, махаббатпен істегені дұрыс, мейлінше. Енді сіздің мойныңызда аманат адам жоқ болса, бір ғана басың болса, ал енді семья, бала шаға бағатын болсаң, мойныңда әйелің еще тоқалың болатын болса, онда саған вибрать етуге болмайды. Маған көңілім жоқ, көңілім бар, бүкіл Қазақстан сенің аузыңа қарап отыр, сенің қолыңа қарап отыр. Сен болсаң көңіліңді қуып жүрсең қалай болады? Бала шаға сен көңіліңді түсіне ме? Сондықтан бұл жерде уже басыңды жүзге салып, жаңағы бәйгеге тігіп тұрып жұмыс істей бересің. 33 жасқа келіп, бірінші рет ораза ұстауға ниеттімін. Алла берсе тамаша, перзентен қабыл болсын, Алла жеңілдігін берсін, Алла нәсіп еткен екен бұйырсын айналайын. Осы оразаны ұстау мен емес, оразаны өміріңе кіргізуіңізбен көбірек шұғылданыңыз. Ораза уақытысына қайтқан кісіге 40 күндік кәдесін жасауға бола ма? Болады, бірақ кешке жасаған дұрыс. Күндіз тамақ берілмейді. Вознесется наводнение, что это значит? Изменения в вашей жизни будут. Жұмыста болғандықтан, қаза болған намаздарды құптан намаздан қосып өтуге бола ма? Қоса алмайсыз, бірінші құптан да өтейсіз, содан кейін барып қаза намаздарды өтей бересіз. Болады, сол уақытта болады десеңіз дұрыс болады. Жұмысқа үнемі кешіп келетін адамдарға не айтасыз? Біреудің ақысын жеген болып есептелінеді. Мемлекетте болса, мемлекеттің ақысын жеген болып есептелінеді. Жұмысқа өз уақытысында бару міндетті болып табылады. Яғни ол аманат етіп, мен осы жұмысқа кірем деп сіз заявление жазғаннан, сол жұмыста болуыңыз міндетті болады. Мен үтір уәжіп намазым қаза әйел адамның ары қазасын өтеу керек па дейді. Набы түрді бөліп тұрған сүмен барлығы қаза болады бірге. Имам, ораза қарызым болса, оразадан кейін оразаға дейін татуаж бар, бірақ тырнағы бар, оны алдыру керек па дейді. Енді тырнақтың прямой оразаға қатысы жоқ деп айтқанбыз. Тікелей оразаға қатысы жоқ тырнақтың. Маникюріңіздің тікелей оразаға қатысы жоқ, бірақ сізде ғұсыл болмай қалады деген сөз бар. Яғни бұл жақсы емес, оразаның сауабын кемітетін үлкен бір оқыс жағдай, жақсы нәрсе емес.
Құрсақтағы баланы ай күніне жеткізіп босану үшін қандай дұға оқыған дұрыс? Угроза едім дейді. Дәрігердің айтқанын жасаңыз біріншісі, дұға оқығаныңыз дұрыс, бірақ дәрігердің айтқанын жасаңыз бірінші орында. Екінші орында адамның өміріне қауіп төнетін жағдайда ла хаула ва ла қувата илля билля дегенді оқысаңыз жақсы болады. Шағбан айында ораза ұстаса, Рамазанда қарыз болған ораза орнына ұстағаны бола ма? Егер солай ниет қылса, қаза ұстадым деп, онда қаза жабылады. Қаза ниет қылмай Шағбан десе, онда Шағбан сауап болады да, қаза мойнында тұра береді. Арабша Құран үйреніп алғанша, қазақша Құран оқысам бола ма дейді. Не оқысаң да біріншіден оқыш әйтеуір. Ананы болмайды десең, вообще кітап оқымай кетесің. Баяғыда біреу бүйтіп айтыпты, мен темекі туралы кітап оқыдым депті. Вообще темекі деген зиян екен ғой депті. Иә десе. Енді не болды десе, енді екінші кітап оқымаймын депті ғой. Сол сияқты сенікі ондай болып қалмасын артынан. Сен кітап оқы. Қалай болса да кітап оқы, оның ішінде Құран оқы, барлығын оқи берші. Сол оқуың сен жақсы қалып келеді айналайын. Ал Құранды нақты түсіну үшін, ол переводын оқығаның саған ештеңе бермеуі де мүмкін. Аға, жасамаған нәрсені жасадың деп жала жабылса не істеуге болады? Ақталу керек, айтып түсіндіру керек. Егер ол қажетті нәрсе болса, қажеті болмайтын нәрсе болса, түкке тұрмайтын нәрсеге салғыласып дәлелдеудің қажеті жоқ. Әсіресе кейбірде отбасында, бала-шағалар, бауырлардың ортасында бір болмайтын, түкке тұрмайтын нәрсеге бір-бірін шұқылап ренжіп жатады, бұл дұрыс нәрсе емес. Неге үйден шыққанда ер адамға әтір себуге болады, әйел адамға тек үйде себуге болады? Енді қалай десем болады? Бұл енді анау тақуа, өзін сондай ұстаған әйелдерге айтылған нәрсе. Енді жасыратыны жоқ, еркек жалаңаш шықса, әйел жалаңаш шықса, елдің бәрі қайсына қарайды? Еркекке қарай ма, әйелге қарай ма, кімге қарай сөз? Мәселе осыдан келіп шығады. Ораза уақытысында аузыма сілекей келе береді, оны жұтқан дұрыс па дейді. Өзі жалғыз Қазақстанда сілекейін жұтпайтын сен қалған екенсің, алтыным, ұстай бер. Мен өткен жыл басқа біреуме дегенім сөзім, сіз екенсіз, екеу екенсіздер. Сондықтан жұтай беріңіз, биыл бола береді. Жұтай бер. Қалай жұтсаң олай жұт. Қаза намазды қалай оқимыз, түсіндіріп жіберіңізші, алдын ала рахмет. Қаза намаздарды тек қана парызын оқисыз, ең соңғы қаза деп оқисыз. Саламатсыз ба, ер адамға күнде мешітке барып намаз оқудың қандай артықшылығы бар? Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Салатул жамаати афдалу мин салатил фадли би 70 ва 20 дәрежа. Мешітте жамағатпен намаз оқығанның дәрежесі, сауабы жалғыз оқығаннан 27 есе, бір риуаятта хабарда 25 есе артық дейді. Сонда бір намазды 25 рет оқығандай сауап аласыз. Демек, еркек адамға жамағатқа бару міндет. Оның үстіне көпшілікке жамағатқа шыққан кезде адам қатесін түзейді, біреуден үйренеді, біреуден тыңдайды, біреуден бір мәнді мағыналы нәрсені үйренеді. Әйел адамға келіп үйіне отбасына үйретеді. Сондықтан әйел адам үйде оқығаны абзалырақ деп айтады. Енді өтіп бара жатқанда намаздың уақыты шығып бара жатса, кез келген мешітке кіріп оқи алады. Менің күйеу балам қаза тапты, иманды болсын, және сіңілімнен көріп тұр, туыстары сол дұрыс па дейді. Енді біз оның ахуалын білмейміз, не болғанын, қалай болғанын. Ел айта береді, сіз оның орнына, өміріне араласпаңыз, қызыңыз өзі шешеді, сіңіліңіз. Көбінесе осы әпкелер, туысқар ақыл кіргізіп, тыныш тұрған отбасын бұзасыз. Енді айтады, ауыз болғаннан кейін айта бересіз. Бүкіл Қазақстанның аузын жаппайсыздар, аузына ақ ит кіріп, көк ит кіретін заман қазір. Сондықтан сен неге мен бүйтіп сөйлейсің, өйді бүйтіп сөйлейсің деп елдің барлығына дәлдей бересің, өмір болмайды. Маған да ауыздан сөйлеп отқандар отыр, осы жерде. Сондықтан не істейміз? Алла өмір берсін, әркім қолынан келгенін жасайды. Сондықтан оған мән бермеңіз, ары қарай өмірін жалғастыра беріңіздер. Тахаджуд оқыса бола ма? Тек оқи берсеңіз тахаджудыңыз қабыл болады. Тек қана тахаджуд оқитын адамның тахаджуды қабыл болады. Бірақ басқа намазға сауал болады. Нафил оразада хайыз болып қалса қарыз болады ма? Жоқ, қарыз өтелмейді. Енді әдейілеп бұзса өтеген дұрыс деп айтылады. Мысалы айтайық, тамақ ішсе уәжіп дәрежесіне көтеріледі дейді, бірақ сіздің жағдайыңызда міндетті болмайды. Қажылық кезде оқыған намаздардың сауабы қандай, неше есе еселен, сол туралы айтыңызшы дейді.
Қажылық кезінде Меккедегі намаздар 100.000 есе еселенеді деген мәселелер бар. Бірақ бұл жерде былай. Сіздің намазды адамның тұруы емес, яғни намаздың оқуы емес, тұруы, сонымен өмір сүруі еселенеді. Намазды оқып Меккеде 100.000 сауап істеп, содан қайтадан Қазақстанға барып, күнәға батып, содан қайтадан келіп жүрсең, ол ешқандай саған 100.000 сауап жоқ бұл жерде. Бұл жерде мағына, адам сол намазды оқығаннан кейін сол намазбен өмір сүріп кетуінде мағына. Намаз оқи алмаймын, жұмаға кірсе бола ма, қалай ойлайсыз? Тамаша болады, бастай беріңіз. Ораза кезінде басым жиі айналады. Егер есімнен танып қалсам, аузымды ашып кетеді ма, дейді. Енді басың айланып құлап қалғанша не көріп соншама өзіңді қинап? Онда саған ораза ұстауға болмайды, жаным. Сенде анемия ма, тағы бір ауру бар шығар, докторға көрін айналайын. Өзі ораза ұстаймын деп өліп қалмашы айналайын. Сен өмір сүргенің керек. Адам бас айланып құлап, сөйтетін болса, өзі былай докторға көрін, қазір өзі бесплатный, жаным. Аға, бүгін анам жерге түсті, иманды болсын, дұға жасап қойыңызшы, Алла рахымын алсын. Ертеме кеш бәріміз барамыз. Алтын бұйым тағуға бола ма әйел адамға? Болады. Әйел адам Құран кәрімде Кахф сүресінде зинат деп айтылады. Зинатал хаята дүния. Бұл өмірдің зинаты, алтын күміс, әшекейлер, бала-шаға, киім-кешек, сатты бұтты, латта бүтті деген нәрселер бар. Соның барлығы бұл өмірдің сәндігі. Ал енді бала-шаға да соның ішіне кіреді. Бала-шаға да сіздің қолыңыздағы бұйым сияқты, уақытша дүние. Ертең ол өсіп кетеді, ары қарай оның сұрағы болады. Сондықтан бала-шаға сізге аманат бұйым болып берілгеннен, оны дұрыс ұстау, оны дұрыс тәрбиелеу, оны дүниеге келтіргеннен маңызды екенін біліңіздер. Соңғы уақытта көп түшкіремін, дейді. Аллергия жоқ, және тұмауды емеспін. Бұл не болуы мүмкін, дейді. Сіз өзіңіздің шешіміңіз ба, аллергия жоқ деген докторға барсаңызшы, бір жақсы лор врачқа барыңыз, эндокринологқа барыңыз, басқа да врачтар бар. Сөйтіңіз, ол түшкіре бергеннің демек проблемасы бар деген сөз. Біреу түшкіре берген сайын елдің бәрі дұрыс айтып жатыр деген сөз емес. Түшкіре, магазинге кіріп түшкіре берсең, сен де дұрыс айтып барасың, тағы түшкіріп, сен де дұрыс айтып барасың, вы тоже правильно говорите десең, онда өмір бұл жақсы нәрсе емес. Бұл аллергияның бұл асқынған түрі. Докторға көріңіз. Сіңілім ажырасып келді үйге, дейді. Так. Күйеу бала үйден жұмыс жасады, оны жек көрем. Сіңілім бала үшін қосылсам дейді, не істесем болады, дейді. Қосылсын, сіз араласпаңыз, қосылғаны дұрыс. Ұрмаса, соқпаса, басын жармаса, сен бүйтіп айттың, мен бүйтіп айттым, сен бүйткені боқтадың, содан кейін мен мамамна тиіп кетті, соң бүйтіп кетті деп, түк көтермейтін нәрсені сөз қылып көтерудің қажеті жоқ. Экоға ислам дініміз қарсы ма? Себеп болу керек, және екеуінің ұрығы ғана араласу керек. Басқа нәрсе продукт араласпау керек. Донорға сүйенуге болмайды. Жүн құсса нені білдіреді? Охо. Екі нәрсені білдіреді. Біреуінде сиқыр деп айтылады, өйткені сиқыр сол көбінесе түрмен, шаштармен, жүндермен жасалады. Екінші бір риуаятта өсек деп білдіріледі. Жүзік таққан дұрыс па, мен тақпаймын, дейді. Қыз баланы таққаны дұрыс, өзі біледі, бірақ қыз баланы ерке тақсын деген сөз жоқ. Қыз бала өзі біледі, бірақ сәндік, жаңа айттық қой, сәндік болғаннан кейін қыз баланың таққаны жақсы. Сән көрінген, бірақ тақпаймын, кейбір кісі болады, қарапайым. Таққымыз келмейді десе, ол да жақсы. Адамның сәндігі оның қымбат жүзік таққанда, мойны Ван Клиф таққанда емес, адамдық қасиетінде, тәрбиесінде, тегінде, лағатында болады. Небір сұмырайлар бар, үстіне ең қымбат миллион шығарып сатып отырған, Қазақстанда тонағандардың дүниелерін. Сол сияқты қымбат дүниелер таққан жексұрындар қазір Қазақстанға қашып кетсе не істейсің енді? Сондай адам болды ма сол? Сондықтан сол бұйым оны адам қылды ма? Жоқ, бұйым болып қала береді. Ол сізге жабыспайды. Өліп қалғанда мойнын шешіп алады. Еще таласып шешіп алады. Черный магия деген рас па, сиқырдың түрі. Қара шаңырақта тұрамын, 15 жыл болды. Бөлек кеткен абысынам 1 жылдан бері үйімде тұрады. Жұмыс істейді, бала-шаға байы өз үйінде, абысыным менің үйімде. Бұл дұрыс па? Дұрыс емес ол.
ол күйеуінің қасына кету керек. Оны сен емес, сен айтсаң осы сыйғызбады, бүйтті деп сенің күйеуің саған айдап салады. Содан күйеуің сені сабап, содан ажырасқандар так біреу едіңдер, екеу боласыңдар. Сондықтан зачем екеу? Бір семьяға біреу жетіп тұр қазір, желкемізден былай тойып тұрмыз. Енді сен оған тиіссең, ол сенің күйеуің айтады бауырына, содан бауыры келіп сені боқтайды, содан сені ұрады, содан екеу боласыңдар. Зачем екеу ажырасып? Біреу ажырасып тұрғанда сен оған тиіспе. Оған күйеуің айт. Ана бала шаға бар, өз несін білу керек. Бірінші жағдайда. Екінші жағдайда, пока қадірін кетпей тұрғанда, сен ұзап кеткен қызсың, ол қызда өз үйін табу керек. Не квартираға шығу керек, не ол үйден кету керек. Қара шаңырақта мен әке-шешем қара шаңырақ деген жоқ. Қыз бала кетті ме, болды, сен қара шаңырағың емес. Кету керексің. Ол сен проблема. Қайда барасың, балаңды қалай асырайсың, кімге барасың, саған байдан, енді кешіріңіз, ажырас деген біз емес, ажырастыңыз, ары қарай өміріңізді өзіңіз сүйреуіңіз керек. Орталықтар бар, ағайын бар, ел бар, жұрт бар, басын қосып, саған жәрдем беру керек, ол екінші мәселе. Бірақ сол шаңырақта менің правам бар деген үкім жоқ. Сіңілім өзі кимеген кейде киімдерін тегін береді. Алуға болмайды ма? Болмайды деп естідім. Ана адамның энергетикасын тартып аласың, энергетикасы саған келеді, ауыр болып қаласың, мүшелде болса сен өліп қаласың. Анекдот оның бәрі берген болса, жақсы киім болса ала беріңіз. Мәселе мына кірпияздыңызда. Біреудің киімін, біреудің иісін қабылдай аласың ба? Мәселе сода. Алдыңғы кезде жүкті кезімде ораза ұстамадым. Ол қарыз болып өтелу керек па? Иә, мойныңызда қарыз болып тұрады, өтеледі ол. Анам мен әкем қайтыс болды, иманды болсын, қатты сағынамыз, әруағы бізді көріп тұрады ма? Көріп тұрады. Сіздің бүкіл істеріңізден хабардар болады, сауаптарыңызда үлес алынады. Егер күнә істесең, күнәңа үлес беріледі оларға да. Сенің балаңы, сенің қызың мынандай күнә істеді деп бетіне басып көрсетеді періштелер. Сенің үйреткен баланың тәрбиесі осы, сенің қызыңның тәрбиесі осы, жүрісі мынау, істегені мынау деп көрсетеді. Мүмкін елден жасырып жүрген шығарсыз, бірақ аруақ оны көріп тұрады. Алла тағала сөзсіз біледі, періштелер де көрсетеді сіздің ата-аналарыңызға. Сенің бала-шағаң істеп отқаны мынау, коррупциясы мынау, ұрлығы мынау, қарабет жүрісі мынау деп көрсетеді. Сондықтан біле жүріңіздер, аруақтар сөзсіз оған көрсетіледі, оған хабар беріледі. Хайыз келгенде ораза қарыз бола ма? Қарыз болады. Қанша күн қарызыңыз бар, сонша күн қарызды өтеуіңіз керек болады. Яғни, сол уақытта ораза ұстамайсыз, кейін соны өтейсіз. Шариғатта неге экода донорға қарсы, егерде мүмкіндік болмай жатса донор алса? Жоқ, донорға болмайды, дінімізде рұқсат етілмейді. Яғни басқа бір адамның продуктысымен отбасы, некелі адамдардың, бұл жерде неке деген дүние бар. Мысалы айтайық, біреу ақша төлеп, әйел алады, төлеп, той жасап үйленеді, енді біреу оған қосылмайды ғой. Бұл екеуінің бір шаңырағы. Құдды сол сияқты ол жерде шамасы бар, шамасы жоқ, оның денсаулығы бар, денсаулығы жоқ деген қарамайды. Бұл жерде шариғаттың қойған талабы. Бұл менің талабым емес, Алланың қойған талабы. Бұл жерде неке болған үшін бөтен адамның ұрығын араластыруға шариғат рұқсат бере алмайды. Мен намаз оқысам, бірақ жан-жағым туыстар ішеді. Қонаққа шақырса бармаймыз ба? Мен үшін арақ қоймаймыз деп ойламайды ғой дейді. Енді сен үшін ойламайды екен, сен неге арақ ішкендерді ойлау керексің? Неге сенің араласуың тек қана араққа байлану керек? Араққа дейін бар, арақтан кейін бар, обязательно араққа бару керек па сол жерде? Араласу араққа ғана барып тіреле ма? Ағайын болу тек қана араққа барып тіреле ма? Дос болу арақпен тіреле ма? Ағайын болып сыйласу тек қана араққа барып байлана ма? Бұл не деген сөз? Ол дұрыс нәрсе емес. Араққа ешкім бармайды, араққа ешкім араласпайды. Яғни бұл нәрсе дұрыс нәрсе емес деген сөз болады. Яғни сіз бардыңыз ба, барғаннан кейін ол жерде сіз соған кіріптар болдыңыз. Неге олар сізді сыйлау керек, неге сіз оларды сыйламауыңыз керек? Осы мағынаны дұрыс түсініп алыңыз. Егер мен сізге шариғат мүлде араласпа, ағайын болма, дос болма тұрған жоқ қой. Бұл бір-біріне ағайын болу, бауырмашылықты дініміз шақырып жатыр. Бауырмашылықтың шариғат қойған шеңбері тек қана арақпен араласу керек пе не? Тамақпен араласу керек пе не? Ішінде барып кіріп шыға беріңіз, жағдайың қалай, бауырым, сіңілім деген сөзді айтасыз, бұл дұрыс болады. Таяммум
алып намаз оқуға бола ма? Қолымда манту бар, оған 3 күн болды, су тигізбесін деді. Намазға енді келіп едім, соны білмей тұрмын. Су тигізбесін десе, манту тиген жерге тигізбейсіз, бетіне лейкопластыр жабасың, соға дейінгі жерді жуасың, не жағын жууға болады ғой қолында. Жоқ, қол жума деді ма доктор. Егер қолды вообще су тигізбе десе қолыңа, онда мына екінші қолың жуасында мәшік қылып оқи бересіз, дәрет алып оқи бересіз. Егер вообще денеңе су тигізбе десе, онда таяқ соғасың. Енді қолыңа тигізбе деген болса, укол салған жеріне лейкопластырма бір нәрсені жабыстырып, яки бір нәрсені үстіне қойып, қолыңызбен сипап, ары қарай құлшылығыңызды жасай бересіз, дәретіңізді ала бересіз. Менің ұлымның бір жақ бетінде анар бар еді. Ол анарды дәрігерге көрсетіңіз, косметолог, хирург деген бар. Соған онколог көрсетсеңіз де болады, көрсін. Бетінен кішкене не алады, тексеріп көреді, онкологиялық жаңағы үдеу бар ма, үдеу жоқ па, соны көреді. Оны көрсетіңіздер. Адамның денесіне қалы, меңі, анары бар адамдар қазір медицина өте жақсы дамыды, алып тастай алады. Одан өліп қаласың деген сөз жоқ, сондықтан дәрігерге көрдіңіздер. Қайынағаларым өздері отырып арақ ішеді, дұрыс емес қой дейді. Енді өз алкаштар көбінесе өздері ішеді, конечно дұрыс емес. Қайтыс болған әйел 2 қабат деп жүр дейді. Түсінбедім. Ораза кезінде уколдар қабылданса болады ма? Болады. Внутримышечно, внутривенно деп айтылады орысша. Яғни тамырға, көк тамырға және де жамбасыңызға укол салатын болса, ораза одан бұзылмайды. Тек қана қуат беретін, нәр беретін жаңағы витаминді қоспаларды алуға болмайды. Менде 30 күн қарызым бар. Рамазан айына 3 жыл қатарынан өте алмай жүрген. Енді Рамазан айында ораза ұстай берсем бола ма? Болады, конечно, ұстай бересіз. Қарыздар қарыз болып тұра береді. Енеме қатты ренжіп жүрмін. Ол кісі бала кіммін жалғыз келемін дейді. Енді жалғыз ода тұрған ештеңке жоқ. Үлкен кісіге ренжіп тамақ ішпей қойма, үлкен кісіге ренжіп үйден кетіп қалыпшы болма, байыңмен күйеумен оның баласымен ажыраспайын. Ренжуіңізді өз уақытысы, өз ренішімен орын қояды. Дүниеде ең бір үлкен дүние бар, ол уақыт деп айтылады. Оны ғұламалар сайф деп айтады, қылыш деп айтады. Сен шабасың, не сен шабады дейді. Сіз сомен енеңізбен араласып жаңағы ерегісіп жүрген кезде уақытыңыз басқа жағына өтіп, денсаулығын құрып жатыр. Не қыласыз біреумен ренжіп? Өмір ерегісетін, ұрысатын, таласатын үшін берілмеген. Өмір біреуге дәлелдеу үшін берілмеген. Мен енеме көрсетем, түбі мен бұларды жеңем, мен одноклассницаларға дәлелдеймін, мен достарыма дәлелдеймін, мен әке-шешеме дәлелдеймін. Керек жоқ. Ешкімге бұл өмір, ешкімге ештеңе дәлелдеудің қажеті жоқ. Елдіге сенің мықты болғаның, жақсы болғаның қажеті жоқ. Жақсы болсаң, ол молодец деп қояды. Сәл құлақ басаң, бәрі төбесінен жауып, ой, оңбаған екен деп айтамыз бәріміз. Бұл халық, бұл ел солай сөйлей береді. Сен елге дәлелдеймін, елге жұлдыз боламын, оның керек жоқ. Алланың алдында жұлдыз болсаң жеткілікті емес пе? Өз шаңырағыңа өзің жұлдыз болсаң жеткілікті емес пе? Алланың алдында амалың қабыл болып жұлдыз болғаның жеткілікті емес пе? Не қыласың? Бүгін ел мақтайды, кеше мақтады қана өткен президент басшылардың бәрін. Бүгін жамандап жатырмыз. Ертең тағы мақтаймыз. Бұл өмір солай өзі. Біреудің маңызды емес. Соқтан ешкімге ештеңе дәлелдемеңіз, енеңізбен ерегіспеңіз, ары қарай өмір сүріңіз. Сізге оған жақсылық жасаңыз. Оның жасы сенен қанша жас үлкен? Сіз соның жасына жетесің бе, жетпейсің бе? Құдай біледі. Ол жақсы жаманды өз үстіне өзі жауап береді. Ол жақсы болса жақсылық өзіне, жамандығы болса сорына, сондықтан сен оған кіріспе алтыным. Сен оның қандай тағдырдан өткенін білмейсің. Ол өз үшін өзі жауап береді. Мінезі жаман шығар, мүмкін сені қабылдамаған шығар, мүмкін саған дұрыс қарамаған шығар. Үшті қарамады. Сен енді оның өмір сүріп жатқан жоқсың ғой. Оның баласымен өмір сүргеннен кейін соның баласына жақсы қарағаның жақсы. Күйеуім, сені жек көрем. Алғаным үшін өкінемін деп, ажырасайық деп айта береді. Келген жеріне кет, сені көрсем көрмеймін деп айтады, сөйлесе алмаймыз дейді, ұрыс бастай береді дейді. Енді қазақтың сөзі бар алдынан. Кет дегенде итті кетеді дейді. Кет дегенде итті кетеді. Енді ит құрлы қадірің жоқ па білмеймін. Енді егер шын мәнінде солай болса. Бірақ кейбір еркектер болады, сондай бейпіл ауыз дейді бұны. Аузына сөйлей береді, өзі бір қатыннан ары, қатыннан өтіп кеткен еркектер болады. Сондықтан солай түсінгеніңіз дұрыс.
Шалайыз қатындардың әңгімесі ғой енені жамандау. Жоқ, олай емес. Мен де солай деп ойлағам, бірақ бұл өмір олай емес екен. Енелерінде небір енелері бар, адамдарда небір ақсақалдарында небір ақсақалы бар, небір ақсақал деген атқа лайықты көргенсіз адамдар да бар. Жас кезіңде қалжың болсаң, қартайғанда мылжың боласың деген қазақтың жақсы сөзі бар. Сол жас кезінде сондай болып, қалтайғанда мылжың болып, яки біреуден ала алмаған травма өкініштерін, реніштерін келіннен алатын енелерде жеткілікті. Тола. Амал жоқ, үлкен кісі болғаннан кейін кішкене бір келіндер басып қоямыз біздің салтымызға салып. Бірақ түптің түбінде адамдар өзін түзету керек. Келінді анау өзі бұрынғы енелерден травма алған енелер бар. Баяғы енелерден өзі таяқ жеген, енді сол өшін келіннен алғысы келетіндер бар. Бар ондай адамдар. Сіз енені жамандау, ененің бәрі жаман деп есепте, жаңағы бәрі идеал деген сөз емес. Ішінде әртүрлі адам бар, мінезі бар. Бүгін тау, ертең көл, ертең шөл, одан кейін тағы бие, одан кейін түйе болатындар да жеткілікті. Ол да ештеңе емес. Әдейілеп, ерегісіп, баласын, өзінің баласын артық көріп, соны келінді жек көретіндер де баршылық. Бұл бір ма? Екіншісі, келін сәл экономикалық жағдайы төмен болса, енді ол сөздің жоқ, кедей деп айта берейін. Бұл сөз қолданған енді заманның сөзі болып тұр ғой, сол кедейлеу болатын болса, мына өзін құдағи өзін жаман көріп, ананы бей төмен басы, папасы жоқ, бұның дүниесі жоқ, бұлар бейшара деп, сол экономикалық жағдайды алға қойып, келіндерді басатын енелерде баршылық. Оны жоқ деп айтпаймыз, көпшілік деп айта аламын даже. Сондықтан бұл жағдайларда келіндерде енді амал жоқ басуға тура келеді. Басылып та жүр, онсыз да басылып жүр. Балам үшін күйеуім үшін қой, үндемейін деген тола. Бірақ айтатын кезде тіліп тұрып айт дегендей, айтатын кезде енені де айту керек, айтатын кезде келінді де айту керек. Таразының теңдей болғаны жақсы. Мүмкін сіздің анаңыз жақсы, ешкім анасын жаман демейді. Бірақ шын мәнінде жеме-жем келгенде қандай адам екені бекерден жынды емес шығар еді. Келіннің құтырғаны. Көтергеніңіз. Бізден сөйлеп қойсаңыз, сен құтырдың, сен бүйттің, жегенің алдыңда, жемеген артын. Адамға не, өмір сүру үшін тек қана тамақ жеу керек па не? Біз хайуан емеспіз ғой? Хайуанға ол алдында тамақ болса болды. Адам ол адам айналайын. Оған внимание керек, оған сөйлесу керек, оған мәміле керек. Сіз көп еркектер де солай ойлайды. Ата-аналар да, осы сен құтырдың, сен келгенде бейшараң түгін жоқ еді, келінді сен келгенде түгін жоқ еді, бүгін келіп сен құтырдың, сен бүйттің, сен семірдің деген бір есалаң сөз бар. Жегенің алдыңда, жемегенің артыңда деп. Ол баяғы жоқшылық кездегі сөз. Жоқшылық кезде тамақты айтатын болатын. Жоқшылық кезде тамаққа міндет қылатын. Қазір тамақтың заман емес. Тамақпен таң қалдырмайсыз. Дастарханда бүйтіп конфет тұрады. Мынаны Италиядан әкелген конфет, мынаны Испаниядан бүйтіп қарамайды ешкім қазір. Неге? Өйткені тамақтың қадірі жоқ қазіргі заманда. Ол баяғыда болған шығар анау. Жегенің алдыңда, жегенмен өмір сүрмейді адам. Адамға адами мәміле керек, адами орта керек адамға. Сонда ол ары қарай өмір жүреді. Бауырлармен қарым-қатынас болмаса, араласпаған дұрыс па? Жоқ, мүлдем араласып кетпейсің, қол үзбейсің. Яғни олар сенімен араласпаса, алысырақ тұрады да, жаңа сообщение жазып, қалайсыз деп балалардың жағдайын сұрап, сенің балаларыңды жібересің, барып жағдайын сұрап қой дейсің, болды. Мысалы, екі бауыр араласпаса, бұның екеуінің әйелдері, екеуінің балалары бір-бірімен араласа беру керек. Бұл екеуі күнәһар болады, екеуі өз Алланың алдында өзі жауап береді, бауырмашылық қасиетті үзген үшін, бірақ екеуі де түптің түбінде бауырмашылықты ұстап қалу керек. Знаю, что процент депозита является запретным. Хотел бы использовать эти проценты исключительно для помощи нуждаемся. Можно ли? Хотел услышать ваше мнение. Да, конечно. Если у вас было накоплено, вы имеете право это отдать малоимущим. Но при этом вы должны остановить это само действие. Да? То есть вы не должны это использовать, как еще поставили в депозит. Оттуда вам, как говорится, капать, и эти деньги вы используете постоянно туда. То есть вы не прекращаете. Само по себе, чтобы принять оправдание человека, это действие, что приводит к оправданию, оно должно быть остановленным. То есть вы останавливаетесь, поворачиваетесь в угоду Всевышнего, и, соответственно, вот эти проценты, которые были накоплены, отдаете малоимущим. Неке жүзікті сатуға бола ма? Сата беріңіз. Түсімде су тасқыны болып жатыр екен, ені білді. Айттым ғой, өзгеріс күтіңіз, жақсылық деп есептеңіз. Кішкентай айлық балам бар, ораза ұстай берсем бола ма дейді. Балансы бар адам балансын қарасын. Түсімде мұз жарылып
мұз жарылып батса деген, мұз жарылып батса. Мұздың жарылуы үміттің жарылуы деп айтылады. Сенген нәрсеңіз дұрыс болмаған болады да, соған өкініш болып табылады. Ал енді мұз жарылып, сен өзің суға түсіп кетсең мұздың үстінен, онда Құдай қаласа сенген нәрсеңнен тура жол тауып, су өмірдің дұрыс бағытын арнаға салатын болады. Бала үшін ажыраспаған дұрыс па, өзім ауруға ұшыраймын ба деп қорқамын. Балам әкесін жақсы көреді дейді. Тағы да айтамын. Біреудің сөзіне лесіп, анау сөйлеп қойды, мынау сөйлеп қойды, енем сөйлеп қойды деп семьяны бұзуға тұрмайды бұл ешқайсысы. Анау семья бұзам ба деп кішкене ойында жүрген келіншектер, айналайын қыздар, маған сөйлеп қойды, енем сөйлеп қойды, қайнапкем сөйлеп қойды, байым сөйлеп қойды, тағы не, тағы да бүйтті сөйтті деп біреудің сөзіне лесіп, жылтырақ интернеттегі сөздерге лесіп, семьяны бұзып алмаңыздар. Бұл қайтып келмейтін дүние. Бұл бір бұзылған нәрсе қайтып орнына келмейді. Абаду халала илаллахи талақ. Алланың алдында ең жек көрінішті, жексұрын нәрсе талақ дейді. Ажырасу. Сондықтан біреудің жылтыраған өміріне лестім деп, сен интернет боламайсың. Біз миллиардер боламаймыз, елдің бәрі миллиардер боламайды. Сондықтан миллиардер, миллионерлердің өміріне қалып, олардың таққан дүниесін алып, менің байым ондай емес деп, семьяны бұзып алмаңыз. Біреу сөйледі екен деп, біреу ана интернетте жүр, байың сөйлесе, бүйтпіста, бүйтпіста, ондай байдың керегі не деп. Оның жағдайы жақсы, оның байы жақсы, мүмкін байы чмо, мүмкін өз байын өз жеріңге қоятын шығар. Бірақ елдің бәрі ондай болсын деген сөз емес. Кім, еркек, әйел адамның даусының еркектік болғаны, еркек сияқты даусын өктем жүргізгені еркектің абыройының төмен түскені деп айтылады. Әйелдің дауысы қанша жоғарырақ шыққан сайын, сол үйдегі еркектің үнжырғасы, қадір қасиеті төмен басыла береді. Түсінікті ма? Сондықтан ондайлар тыңдаған кезде, ондайлардың өзінің күйеуінің өз күйеу боламай қалады. Сол үшін ондайға тыңдамауға шақырам. Сіз жарыңызды, күйеуіңізді, Құдай қосқан жарыңызды бағалаңыз. Сол балаңыздың әкесі, балаңыздың өзі айтып тұрсыз, әкемді жақсы көреді деп отырсыз. Енді сол әкені жақсы көрген баланы әкемен ортасын шырылдатып бөлмеңіз. Сіз өзіңіздің эмоцияңызды ойламаңыз, ұрпақты ойлаңыз, балаңызды ойлаңыз. Әлбетте басыңды жарып, ұрып, тепкілеп, сені қорлап, ит аяқ қылып атса, онда ешкім құл бол демейді, тағы да айтам. Сіздің өміріңіз бар, сіз Құдай сыйлаған пендесіз. Алла уалақад каррамна бани адам, сізді Алла ұлықтады. Бірақ сіз ұлықтады деген сөз біреуге құл қылды деген сөз емес. Осының ортасын айырып біліңіз. Тыңдамаңыз ешкімді, ана жылтырақтарды. Эко туралы айттық. Постоянно дуа жасайтын адаммен қалай араласуға болады? Тамақпен береді, шешіп қойған киімге жасайды дейді. Аят дұғаларды оқисыз, 5 уақыт намаз сіздің қолдаушыңыз болады. Яқшымысыз дейді. Құдайға шүкір, рахмат. 2 қабат әйел намаз оқыса бола ма? Күшті болады. Денсаулығы жақсы болады, Алланың парызын орындайды, оқысын. Сын хочет сделать татуаж. Я знаю, это неправильно. Как это объяснить сыну? Ему 18 лет. Что просто это говорит Коран. Посланник Аллаха, есть достоверный хадис пророка, саллаллаху, посланник Аллаха проклинал именем Всевышнего Аллаха. Кого? Тот, который на себя рисует, сам себя рисует, тот татуажник. И тому человеку, который к нему пошел, даже не сделал, просто пошел. И тот, который это делает, и тот, который это способствует, на них есть проклятие Всевышнего Аллаха. Поэтому это грех. Ну, смотрите, я это скажу, в этом проблем нет. Но от того, что я скажу, ваш сын послушается ли? Нужно ли было это 18 лет говорить? Нужно было это, мне кажется, чуть раньше говорить. Когда наши дети маленькие, мы должны говорить о Всевышнем нашим детям. Но когда они подрастают, достигают совершеннолетия, либо 18 лет, придется Всевышнему говорить о наших детях. Поэтому те люди, те семьи, которые еще у них дети маленькие, они думают, что они только маленькие, а им только надо кушать, только надо гаджетами дарить и одаривать подарками. И многие думают, что это любовь, материнская любовь, родительская любовь, либо только заключается в материальных благах. И это приводит к большому сожалению. Емізілі ана ораза ұстауға бола ма? Жоқ.
денсаулығын күтсін. Енді бар кітаптарда сүтіне қарасын, баласына қарасын, егер сүт азайса деген сияқты нәрсе. Ол бұрынғы кісілерге қазір айтылған, қазіргі әйелдердің денсаулығы жоқ, сондықтан баласын емізсін дұрыстап. Кейін оқып алады, Құда қаласа ұстап алады. Кірпік жасатып намаз оқуға бола ма дейді. Қазір айтсам, намаз оқымай қойын дейсің онда. Бір қыз сұрапты ғой. Тырнақ маникюр оразаға зиян ба намазға депті. Я, дәрет өтпейтсе, онда намаз оқымай қойын депті ғой. Сол сияқты болып қалмасын. Құдай асқа етті турап қоюға бола ма? Жақсы болады, эконом болады, тезірек жейді, барлығы уақыт аз кетеді, турап қойған жақсы. Сен тура, мен тура демейтсің кейін. Құлақты бірнеше рет тесуге бола ма дейді. Сквозной тесік болады ғой, сквозняк болады бәрі. Совсем тесік болсаң өзі, Құдай тесік қойды мына жерін, мына жерде бір тесік бар өзі. Өз кіретін тесігі бар өзі. Сен осы аз деп жарайтын бір тесік енді, бопты енді, қыз бала екенсің. Енді содан тесе берсең, мынан бәрі сквозной болып, ауаның бәрі былай өтіп кетіп сықырып тұратын болады. Дұрыс емес ол. Нұрлан аға, күйеуім қайда кетті? Күйеуім үйленгеннен кейін 5 айдан кейін истихара оқыдым. Түсімде сен заттарыңды жинап жатыр екенсің. Ажырасу бұйырыпты деп ажырасып жатырмыз. Қайын жұрт мәз ажырасқанымызға дейді. Ол да қуады екен. Тахаджудты сол үшін оқимын екен, ой.